Сәлем достар, бүгін панкейк пісіретін боламыз. Керекті ингредиенттерді осы видеоның описаниесіне жазып қойдым. Бірінші ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, оған по вкусу, яғни дәміне қарай қант саламыз. Миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай көпірейді массамыз, және де оған сүт қосамыз. Лопатка көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз, біртекті болуы үшін. Бір шай қасық содамызды ұнымызға салып, жақсылап араластырып, қасық көмегімен, ситаның көмегімен сеуіп саламыз. Құрғақ массамызды сұйық массасына 2-3-ке бөліп салуымыз қажет. Бірден салып жіберсек, онда қамырымыз пышный болмай кетеді. Лопатка көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Және де бір айтатын нәрсе, ол осы қамырда комочкалар шығады, оған уайымдамаймыз, ол шығатын нәрсе. Оны біз кейінірек жақсылап тұрып миксермен араластырып аламыз. Міне ұнымызды, құрғақ массамызды толығымен қосып болдық. Енді миксермен жақсылап тұрып біртекті болғанша араластырамыз. Соңында сұйық май қосамыз. Соңғы рет лопатка көмегімен араластырамыз. Осындай әдемі глянцевый қамыр шығады. Оны құрғақ сковородкаға немесе блиницаға қойып пісіретін боламыз. Осындай көпіршіктер шыққан кезінде, пузырьки шыққан кезінде, онда екінші жағына ауыстырамыз. Және екінші жағы бірінші жағына қарағанда тезірек піседі, сондықтан қарап отырамыз. Осылай барлық қамыр біткенше қойып пісіріп аламыз. Осылай әдемі, нежный, жұмсақ, өте тез дайындалатын панкейктер шығады. Оған начинка ретінде варенье, нутелла, шоколад өз қалауларыңыз бойынша қосып жей бересіздер. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ас болсын!